Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге осындай садақ ату ойынын көрсетемін. Жалпы ойында мынандай титулный беті, сосын 5 сұрақ қана тұр мына жерінде. Мен қалған сұрақтарымды қалай екенін көрсетемін. Ойынды бастау үшін бастау батырмасына басасыздар. Мына жерде жебе бар, мынаны қадалады. Одан кейін сұрағы шығады. Сосын сұраққа жауап бергеннен кейін тексеру батырмасы арқылы жауабын шығарасыздар. Егер уақыт беру керек болса, мына жерде уақытты басып, вақытты да қолдануға болады, яғни мына жерде 20 секунд. Енді осы ойында мынандай 5 сұрақ тұр. Осыны мысалы көбейту үшін мына жерде мен аяқтау деп қойдым, соңғысына тиіспейміз. Мына 4-ші сұрақты мен дублировать жасаймын былай. Сосын мынаны біз 5-ші сұрақ деп жаза саламыз. Ал мына соңғысы 6-ші сұрақ болады. Осылай сұрақты осылай көбейте бересіздер. 20 сұрақ, 30 сұрақ, 40 қанша сұрақ болса да көбейеді. Енді ол ойынды, мына ойынды ашу үшін қалай ашамыз? Мына жерде тақырыпты да өзгертіп қойсаңыздар болады. Садақ ату емес, мысалы өздеріңіздің тақырыптарыңызды жазып қоюға болады. Енді мына жерінде звугі бар, ол звукты алып тастауға да болады. Мен қазір ашып көрсетемін. Енді звугын төмендетіп алайын видео үшін. Садақ ату ойыны бастау деген батырманы басамын. Одан кейін мына жерден тағы да бастау. Жебе барып қадалды, сұрақ шығады. Сұрақ жазып қоясыздар. Сұрақты уақыт беру керек болса, мына уақытқа басасыздар. Осы жерде уақыт кетеді. 10 секунд, 20 секундтай осындай уақыт бар. Осы уақыт аяқталғаннан кейін оқушы өзінің жауабын айтады, вариантын айтады. Одан кейін мынау тексеру батырмасы арқылы тексереміз. Мына уақыт бітеді, одан кейін тексереміз. Жауабын айтады, сосын тексереміз. Уақыт бітті. Енді тексеру батырманы басам, осы жауабы шығады. Келесіне бассам, бұл екінші сұрақ. Міне, екінші сұрақ, тексеру жауабы. Барлығында осылай қадалады, сосын сұрағы шығады, тексеру жауабы. Бастау, тексеру жауабы. Уақыт істейді. Аяқтау, соңғы аяқтауға басқан кезде слайдтың осылай сыртына шығарып жібереді. Сұрағын қалай көбейту керектігін көрсеттім. Енді сұрақты осылай көбейтесіздер, алып пайдалансаңыздар болады. Сосын мына жердегі барлығы өшеді, жазылады, сұрағын варианттарын жазып қолдана бересіздер. Енді тағы да айтып кететін мынау звукты алып тастауға болады. Болмаса дауысын төмендетіп жоғарылатуға да болады. Осы ойынды алып сабақтарыңызда пайдаланыңыздар. Назарларыңызға рахмет.